Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Бүгін 5 минуттың ішінде слайд жасап үйренетін боламыз. Әрине, жасанды интеллекттің көмегімен. Gamma AI-ға кіреміз Google арқылы. Және Gamma AI-да тура алдыңғы тапсырмалардағы сияқты міндетті түрде тіркелесіздер өз аккаунттарыңызбен. Ал енді бізде Gamma AI беті ашылды. Осы жерде Create New деген AI батырмасын басатын боламыз. Осы жерде басқаннан кейін бізге Generate деген таңдау керек болады. Generate'ді таңдап болғаннан кейін бізде осы жерде 10 беттік немесе 5 беттік деген сияқты таңдау керек болады. Мен көбінесе 5 беттік слайд жасаймын. Келесі классик таңдасаңыздар да болады, студия таңдасаңыздар ол тіпті керемет. Мен көбінесе классикті таңдаймын. Және де традиционалды таңдаймын. Қазақ тілі міндетті түрде, және осы жерде біз енді тақырыбымызды сипаттап жазатын боламыз. Мен 9 сыныпқа бір өлшемді массив тақырыбына слайд жасағым келіп тұр. Сондықтан бір өлшемді массив 9 сынып деп жаздым. Болғаннан кейін тақырыпты енгізіп Generate Outline батырмасын басамыз. Енді бізге осы жерде жасанды интеллект осы тақырыпта тапсырмалар, ережелер барлығын кезең-кезеңмен реттеп жасап беретін болады. Бізде мінекей тақырыбымыз және де тапсырмаларымыз, ережелеріміздің барлығын дайындап берді. Бірақ бізге бұның ішінде ұнамай қалған немесе қате болып қалған мәтіндер болса, осы жерден түзетіп аламыз. Информатика және 9 сынып дегенді мен өшіре салайын. Маған қажет емес, тек қана бір өлшемді массив деп алайын. Қатемді түзеттім. Енді осыны бізге өзімізге титул таңдаймыз. Маған осы жасыл түсі ұнайды, сондықтан жасылды таңдадым. Келесі соңғы жағына барсаңыздар Generate батырмасы тұр. Generate'ті басамыз. Мінекей слайдым дайын. Енді маған осы слайдты сақтап алу үшін Share батырмасын басып, осы жерде экспортта басамыз, және де осы жерде PDF немесе PowerPoint нұсқасын таңдап өзіме тартып аламын. Парақшам пайдалы болса тіркеле кетіңіз, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.